Айқас басталуға жақын. Бүгінгі кештің басты айқасы Мохаммед Хейбати және Фаниль Рафиков. Айқас басталды. Алғашқы мидл кик соққы. Бірден жауап. Жестко начинают парни. Взвинчивают темп сразу же. Хейбати жауапты бірден қатты да. Құшақтар айқаса кеткен екі жауынгер. Локоть. Тамаша қазір. Фаниль Рафиков шынтақпен қанжардай тіліп түскен бір соққысын. Многие сильно недооценивают борьбу Хейбати, а вот именно это его база, вольная борьба. Да и в целом иранцы, конечно, в этом компоненте красных очень хорошо зажимают у сетки. Күресі өте жоғарғы деңгейдегі жауынгердің бірі деп айтып жатырмыз. Бірақ енді Рафиковтың күресі де, қорғаны алуы да өте бір жақсы деңгейде. Оны біз қанша рет көзіміз жеткен. Қазір енді айқастың сценарий қалай өртмек? Хейбати. Но в целом сконцентрировался в последнее время на ударке, на всевозможных все-таки поп-ММА промоушенах. И вот для него после долгой паузы это большой по-настоящему вызов. Хотя бился он и в хардкоре, в том числе. Лоу-кик мимо летит. Фаниль распрыгивается и по корпусу заряжает. По-моему, уже не цепляет соперника. Хейбати будет стрелять. Нет, это двоечка, а дальше попытка перевода Фаниля. И неплохую защиту показывает персидский дагестанец. Опять в корпус. Это острое колено Фаниля Рафикова. Прилетает. 1,5 минуты позади. Фаниль үшін бұл күрес екінші меңгерген мамандығы сияқты болса, жалпы шыққан спорты әрине бокс. Енді бұқара тұрса қазір айқастың барысы. Жігіттер бірінші белдесу арқылы кімнің физикалық күш қуаты мығым дегендей өзара бір-бірін барлап көріп жатқан сәт. Фаниль Хейбатидің екі қолын қазір барынша тұсаулап ұстауға тырысуда. Борьба за позицию. Хейбати разрывает мяч и заряжает свой джеб. Рафиков правой прямой. Корпус хорошо попадает Хейбати. Уже сложно, но и зажимает у сетки. Отсюда летит серия. Рафиков вовремя отходит от сетки Хейбати. Очередной хайкик от него по воздуху. Опять не в цель. Корпус мощно. Правый боковой. Фаниль. Тамаша. Рафиков дәлдеп атқан мергендей. Бірнеше соққысын санаға дәл дарытты. Хейбати осындай бір өз қорғанысында осы атыстың бар екендігін көріп тұр. Әзірге қолы қарсыластың алқымында. Тоқтатуда Рафиков қарсылас осылай. Енді Фаниль. Ladies and gentlemen, referee Manap Kavdiv, hold this in 12 seconds. Over round number 1, winner by submission, fighter of the red corner, Fanilь Mohammed.